Саламатсыздар ма? Мен Арыс қаласындағы номері 17 колледждің аспаз мамандығы бойынша өндірістік оқыту шебері Бегалиева Гаухар Аралбекқызы. Бүгінгі шеберлік сыныбымыздың тақырыбы балықты пеште пісіру. Ол үшін бізге қажетті заттарды айтып өтейін. Балық, майонез, көкөніс, розмарин, қара бұрыш, қызыл бұрыш, сұйық майы, картоп, сәбіз, пияз, лимон, кәді, сарымсақ. Енді дайындау тәсілін көрсетіп өтейін. Мен бірінші сазан балығын таңдадым. Сазан балығын ең бірінші жақсылап тазалап аламыз. Балықты жақсылап тазалап алдым. Мен ішкі құрылыстарын, сыртындағы тиындарының бәрін, қанатының бәрін кесіп тастадым. Енді балықты тілеміз. Біртіндеп арасын 2-3 сантиметр қашықтықта. Енді бізге маринадтағанға заттарымызды дайындаймыз. Бізге маринадтауға майонез саламыз, сұйық майдан құямыз, тұз саламыз. Тұз көп болғаны жақсы. Розмарин, қара бұрышты қосамыз және қызыл бұрыш қосамыз. Енді балығымызды қайта алып маринадтаймыз. Балығымыздың ішіне лимон саламыз. Көк шөбімізді саламыз. Турап дайындап қойдық міне. Дәмін келтіру үшін. Екінші жағын маринадтап 5-10 минутқа қойып қоямыз. Көкөністерімізді осылай тураймыз. Сарымсағымызды тураймыз. Бұның бәрі гарнир есебінде кетеді гарнирге. Көкөністеріміздің бәрін турап алдық. Сарымсақ, пияз, сәбіз, картоп. Бұларды гарнир есебінде береміз. Енді туралған көкөністеріміздің бәрін араластырып тұз қосамыз. Бұрыш қосамыз. Қызыл бұрышымыздан қосамыз. Майымызды қосамыз. Араластырып балығымызды салатын ыдысымызды дайындаймыз. Сәлға төсеп сұйық майдан құямыз. Балығымызды саламыз. Балығымыз әдемі болып, дайын болып тұр екен. Көкөністерімізді осының жан-жағына саламыз. Кеңес үкіметі кезінде балықты аптасына бір рет балық күндеп есептеген. Бұл балықтың адам ағзасына пайдасы өте зор. Бұның құрамында кальций, магний, фосфор, әсіресе йодқа бай келеді. Міне енді балықты бетіне жабамыз. Енді балығымызды пешке саламыз. Балығымызды 180 градуста қыздырып қосып қойғанбыз. Енді балығын пешке саламыз балықты.
Balığımız жарты сағат өтті, 30 минут. Енді бетін ашып, бетіндегі фольганы алдық. Енді қайта орнына саламыз. Тағы енді 10 минутқа қоямыз. Енді пешімізді ашып, уақытымыз болды. Балығымызды аламыз. Біз қауіпсіздікті сақтаймыз бұл жерде. Дайын. Енді балығымыз дайын. Балығымыз өте әдемі болып піскен, хош иісі керемет болып тұр. Балықты әсемдедік міне. Өз талғамымызға сай. Балығымыз дайын. Енді дастарханға береміз. Ас болсын.